Петропавл халықаралық әуежайы кез келген үлкенді кішілі ұшақтарды қабылдауға дайын. Бүгін әуе айлағы ұшу-қону жолын жөндеуден өткізгеннен кейін Астана Петропавл бағытындағы алғашқы рейсті қабылдады. Осы күні ұшақ елордаға қайта ұшты. Шыны керек, ғимаратта әлі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Десе де Астанаға қас-қағым сәтте жетемін дегендер бүгін таң сәріден әуежайға келді. Әуе айлағы толық жөндеуден өтпейінше рейстер тек таңғы 9 бен кешкі 6 аралығында ғана жүргізілетін көрінеді. Назерке Ғалым бірінші рейстің жолаушылармен тілдесіп қайтты. Бұрындары жергілікті Петропавл әуе айлағы әуежайлар арасында алдыңғы шепте тұратын бір ауысымның өзінде 27 рейске дейін қабылдаған. Уақыт өте келе ғимарат ескіріп, кіріс көлемі де азайды. Қазір әуежайдың ішінде жөндеу жұмыстары жүргізілмесе де, ұшу-қону алаңы дұрысталды. Алматы Петропавл және Астана Петропавл, Петропавл Алматы бағытында рейстер шығарылды. Олар аптасына 3 рет ұшады. Бәріміз асыға күткен Скат әуе компаниясының ұшағы Петропавл әуежайына қонды. Жолаушылардың арасында Сергей Кацаба да бар. Ол уақытым үнемделді деп қуанып отыр. Петропавловский не первый раз. Петропавлға жұмыс барысымен келдім. Өзім Астанада тұрамын, ыңғайлы, бар болғаны 50 минутта жетті. Тек Астанада рейстің ұшуын 1 сағатқа шегергені болмаса, ұшақ жылы жайлы болды. Бүгінде әуежай ғимараты күрделі жөндеуді қажет етеді. Әуе қақпасы барлық талап пен стандарттарға сай болуы тиіс. Терминалдар орнатылып, халықаралық деңгейдегі жағдайлар жасалуы керек. Жалпы бұл мақсаттардың бәрін орындау үшін жобалық сметалық құжатқа сай 7,5 миллиард теңгеге жуық қаражат қажет. Ағымдағы жылы 4 миллиард теңге игеріліпті. Енді тағы 3,5 миллиардтай қаржы керек. Ұшу-қону алаңдарын жөндеуден өткізу жұмыстары шілде айында басталған. Бәрі жоспарға сай орындалуда. Алайда 2016 жылдың аяғына дейін атқаратын жұмыстар жетерлік. 4 миллиард республика бюджеттен бөлінген ақша. Енді қазіргі жұмыстарымыз біраз атқарылды. Енді 4 миллиардқа ұзындығы ұшу-қону жолағын 2,5 шақырымдай стелінде. Келесі жылға тоже біраз жұмыстар жоспарланған. Енді үкіметтен ақша тағы да бөлінеді. Бағалар төмен болады. Астанаға баруға 14 мың болады, Алматыға 26 мың болады. Бір қуантарлығы әуежай бұрындары тек Яқ-40 немесе Ан-24 сынды шағын ұшақтарды қабылдауға ғана қауқарлы болса, қазір үлкен әуе кемелерінде қабылдай алады. Бар болғаны әуежай басшылығымен келісу шарт. Алексей Павлов алғашқы жолаушылардың бірі. Ол бүгін елордаға ұшпақшы. Жұмыс бойынша дейді. С самолетом, конечно, удобнее, чем на поезде. Ұшақпен ұшу пойызбен жүргеннен гөрі жылдам әрине. Діттеген жеріңе тез барасың. Рейсті ашқаны қуантты, тек бағасын бұрынғыдан қымбаттатып жіберіпті. 4-5 мыңға. Және жолаушылардың жағдайы үшін әуежайдың ішін жөндеуден өткізсе жақсы болар еді. Әзірге әуежай түнгі рейстерді қабылдай алмайды, бірақ бұл уақытша ғана. 1,5 жыл көлемінде Петропавл әуе қақпасы адам танымастай өзгереді деген жоспары бар. Назерке Ғалым, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.